Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен малинадан жасалған, яғни таңқурайдан жасалатын варенье жасайтын боламыз. Біз екі түрлі варенье жасаймыз. Біреуі свежий, а біреуі газға қайнатылған банкаға жабылатын варенье. Алдымен малиналарды тап-таза қылып жуып аламыз. Бұл жерде екі түрлі варенье болғандықтан екіге бөлдім. Біреуінде 4 кг, біреуінде 3 кг. 4 кг малинаға 4 кг қант қосамын. Екіншісіне де тура солай 3 кг малинаға 3 кг қант қосамын. Бірінші ыдыстағы малинаны мен 20 минуттай орташа отта газға қайнатып аламын. Одан кейін көбігін аламын да суытып қоямын. Суыған малинаны қайтадан 10 минутқа қайнатуға қоямын. Ал екінші ыдысымыздағы малинаны қолымызбен әбден езіп аламыз. Осылай малинаның соғы шығып, қанты ери бастайды. Мінекей мынау газымыздағы вареньямыз. Мінекей көбігі шықты, көбігін ақырындап қасығымызбен алып аламыз. Газға қайнатылған вареньямыз дайын болды. Енді ыстықтай тап-таза банкамызға құйып шығамыз. Мінекей біздің малинадан жасалған вареньямыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Екі түрі де, екеуі де ерекше болып шығады. Свежий вареньямыз 3 сағат тұрды бөлме температурасында. Енді қайтадан әбден араластырып, қантын ертіп аламыз. Қанты ерігеннен кейін осындай контейнерға немесе осындай целлофандарға 1 килограммнан бөліп салып қоямын. Салып қойғаннан кейін тоңазытқышқа емес, морозильникке қатырып қоямын. Малинаның құрамында өте көп витаминдер бар. Адамның температурасы көтерілгенде, суық тигенде аспириннің орнына осы малинаны шаймен ішкен өте пайдалы. Міне осылай жақсылап жауып, 2 қабаттап целлофан кигізіп, морозильникке сақтап қоямыз. Менде бұл жерде 6 кг шықты. Шайларыңыз дәмді болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.